Сәлем достар. Артында қарап тұрғандарыңыздай, жаңа Шымкент қаласының терминалы. Көбісі YouTube каналдарда әуежай деп айта береді, бірақ ол әуежай болған Шымкент қаласында. Тек қана жаңа терминал ашылған. Бүгін біздің видеомызда осы терминалға обзор болады. Бүгін Астана қаласындағы медицина университетінің ашық есіктер күні. Негізінде қазақшасында сәл басқашалау естіледі. Орысша айтқанда день открытых дверей. Соған балам екеуміз бара жатырмыз. Міне Шымкент қаласының халықаралық әуежайының 2 жыл бұрынғы ашылған А терминалы осы. Ғимараттың алдына жап-жасыл шыршалар отырғызылған екен. Барлық жер таза. Бұл терминал сағатына 2000 жолаушыға дейін қызмет көрсете алады. Сондықтан бұл әуежай Шымкент қаласына ғана емес, бүкіл еліміздегі оңтүстік өңіріндегі ең маңызды стратегиялық нысан болып есептеледі. Қазіргі таңда бұл Шымкент халықаралық әуежайы үлкен өзгерістерден өтіп, үлкен заманауи хабқа айналды десек болады. Тағы бір факт, Скат әуекомпаниясының базасы осы халықаралық әуежайда орналасқан. Шымкент қаласына келсеңіздер, шыққан кезде бірден сіздерді біздің жылдам әрі тез жеткізіп алып баратын таксистеріміз күтіп алады. Астер KZ-тің рекламасы тұр екен мына жақта машинамен. Астана уақыты. DV701 деген рейсті көріп тұрсың ба? Ұшып келу. Бұл ұшып келетіндер екен. Ұшу, міне. DV701 регистрация ашық дейді. Ал біз регистрацияға барайық. Қазір эскалатордан көтерілеміз. Global Coffee, мына жақта Марвин бар екен, Халық банк, Еврофарма аптека бар екен. Астанаға. Енді Шымкенттен тікелей рейстер ашылды. Сеулға тарих пен технология тоғысқан мекен. Сиянь, Қытайдың ежелгі астанасына саяхат. Красноярск,
Сібірдің табиғатын сезінуге. Бангкок тропикалық жұмақ пен экзотиканы өз көзіңізбен көру үшін. Будапешт Дунай өзенінің бойындағы Европа маржаны. Мюнхен неміс сапасы мен заманауи мәдениет. Осының барлығын Скат әуе компаниясымен тікелей Шымкент қаласынан ұшып көруге болады. Ал мынау жәшіктің ішінде ручной кладьқа салынуға болмайды, тыйым салынған заттар, зажигалкалар, пышақтар, монтировкаға дейін бар екен. Тексеріс зонадан өткеннен кейін біз осындай бір залға кіреміз. Бұл жерде зал ожидания. Гейтқа қарай өтетін жер. Коста кофе бар екен. Сергео Адвента кафе бар екен. Мадлен бар. Анна оң жаққа қарай бұрылсаңыздар, туалет бар екен и ана мен баланың комнатасы бар екен. Сайка сосиска 1350. Сэндвич с курицей 1700. Курник 2090. Пельмени с курицей 1090. Бөрек с курицей и шпинатом 660. Посадочный месталар өте көп екен да, отыратын адамдардың барлығына, бірақ мынандай зарядкалейтін жер өте аз екен. Үлкен мынандай ұзын бір рядқа тек қана бірақ зарядочное место болады. Ол адамдардың барлығына жетеді деп ойламаймын. Лолита деген әншінің 30 май күні Қонаев қаласында концерті болады екен. Жоқ, клаб сэндвич бар екен. Өзімнің соткамды зарядкаға қойып қойдым. Біздің рейске посадка басталды.
Қазір адамдардың барлығы өтіп кетсінші деп күтіп отырмын. Өйткені очередь болып тұр. Штрих-кодпен сканировать етіп посадочный талонымызды қайтып өзімізге берді да, енді біз самолетке қарай бара жатырмыз. Біздің Шымкент аэропортының терминалында да енді рукав бар. Ура! Осымен менің бүгінгі видеом бітті. Лайк басып, коммент қалдырып, менің видеомды қолдап кетіңіздер. Менің каналыма жазылыңыздар. Келесі мен видеоларында кездескенше сау болып тұрыңыздар.